ілияс жансүгіровтің терең мазмұнды көркем идеялы күйші поэмасы 1934 жылы жазылған. Поэмадағы басты ой еркіндік пен құлдық, махаббат пен зұлымдық, өмір мен өлім, тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы күрес. Негізгі идеясы қазақ күйінің көп қырлы қасиетін ашып көрсету. Поэманың оқиғасы арқадан ауып жетісуға келген хан кенеге халық той жасап құрмет көрсетуден басталады. Поэманың қаһарманы Сарыүйсін руынан шыққан күйші жігіт хан ордасына тап болады. Оның ерулікке малы, сыйлар дүниесі жоқ. Оның бар байлығы күйі. Ел оны күйші деп қана атайды. Күйші жиналған хан мен қараны асқан күйшілік өнермен тамсандырады. Өнерлі күйшіні ханның қарындасы Қарашаш басы бүтін сұрап алады. Еркіндігінен айырылған бақытсыз күйші зарлап кете барады. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Алғашында азаттықтан айырылып құл болған күйшіге Қарашаш айдаһар болып елестейді. Артынан әдемі болып көрініп ғашық болады. Төреден шыққан сұлу қызға көңілі кеткен домбырашы жігіт түлкі алатын құмай тазы, аққуға түскен тұйығын құс кебін киген періге айналады. Жел болып жаралса бетінен сүймек, су болып жаралса шомылдырмақ, от болып жаралса жылындырмақ. Бірақ екеуінің арасында тұңғиық таптық айырма жатыр. Жалынды жаңа саздың туу сәтінің куәгеріне айналғыңыз, тағы қандай оқиға болғанын, күйші тағдырын білгіңіз келсе, поэманы оқуға кеңес берем.